Қалай мен туған күнімді жасаймын деп мошенникке алдандым. 29 май күні Инстаграмнан өзім қалағандай домиктерді көремін. Екеуіме туған күнімде осы жерде болғым келеді деп айтамын. Ол окей дейді. Мен бағаларын сұраймын, екеуім давай 5 семьяны шақырайық дейді. Мен хорошо деймін. Келесі күні Жасик барлық қонақтарды шақырады. И маған хабарласып бронь жасай бер дейді. Бронь жасау үшін 40 000 теңге. Мен ақшасын жіберемін, үй дайындаймын. Жаслан от үйді барлық заттарды дайындап, продукты утка алып, оны маринаттап, түні бойы дайындалып жүр. Келесі күні тез заттарымызды жинап жолға шығып кетеміз. И жолы туристке адресті жазып, Қаражар ауылына жетеміз. Ол домиктер көрінбейді. Бұлай да бұлай жүріп қарап іздестіреміз. И адресті жазыңызшы деп жазатын болсам, уже смс бармайды. Звондасам отключен. Енді 1-2 магазиндерден соғып сұрасақ, біреуі оны барлық адамдар сұрап іздестіреді дейді. Ал келесі магазинде сұрасақ, и олар мошенниктер ғой деп сразу айтады. Қонақтарымыз қасымызда жүр. Кейбіреуі звондап жатыр, қайдасыңдар деп. Біз не істерімізді білмей қалдық. Күйеуім сол кезде сразу бір домикті тауып, адаммен сөйлесіп, сол жерден әдемі үлкен үйді бронь жасады. Және де мен не үшін айтып отырмын, бұл менің басымнан өткен қателік. Сіздер де осайынан дом отдыха іздеп мошенниктарға алданып қалмаңыздар дегім келеді. Парақшасын белгілеп кетемін. Жаловаться етуді ұмытпайық. Және де өзіңіздің жақын адамдарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Олар да мошенниктен сақ болсын.